Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Оразаларың қалай кетіп жатыр? Қабыл болсын. Бүгінгі автоэлектриканың екінші сабағы электр қуатын құрайтын басты үш ұғым. Басқа да ұғымдар бар, олар көп, бірақ ең басты үш ұғымды үйретіп кетсем деп едім. Олар электр кернеуі, яғни электрическое напряжение, электр тоғы, яғни электрический ток, және кедергі сопротивление деген ұғымдар. Себебі алда үйренетін мультиметр, токовый, клещи, машинаның басқа да датчиктерін үйренген кезде кейбір жерлерін түсінбей қаласыңдар ма деп ойлап тұрмын. Сол үшін осы үш ұғымды түсіндіріп кетуім керек. Бүгінгі сабағымыз сол үшін кішкене скучный болады, енді ренжімейсіздер. Мен сендерге Ом заңы, формуласын, оны есептеу жолдарын көрсетіп, миларыңды ашытпай қояйын. Чисто өз тіліммен түсіндіргенше түсіндіріп берейін. Бірақ өздеріңіз интернеттен Ом заңы, электр қуаты жайлы тереңірек оқып алуларыңызды сұраймын. Ал кеттік. Сіздер білетіндей, кез келген қуат көзінде, яғни батарейка болсын, аккумулятор болсын, плюс және минусы бар. Осы плюс пен минусты сым арқылы бір-біріне біріктірсек, онда сол сыммен электр тоғы аға бастайды. Енді бірінші ұғым тоқ күші, сила тока дейміз. Ол тоқ күші дегеніміз 1 секунд ішінде өткізгіш арқылы, яғни сым арқылы өтетін электрондар санының мөлшері. Оны тоқ күшін И әрпімен белгіленеді. Ағылшынша intensity, яғни орысша интенсивный деп переводталады, қазақша қарқынды. Өлшем бірлігі бұлай А әрпімен белгіленеді. Ағылшынша A ғой, енді бізде А, яғни ампер. Мынау суретке қарасақ, мынаны егер провод деп алсақ, сым деп алсақ, осы сым арқылы тоқ күші өтеді ғой. Электрон болып аға бастайды. Мынау сол жерде қазір белгіленіп тұр. Ампер. Түсіндіре кетемін бұл суреттің мәнін сіздерге. Екінші ұғым ол электр кернеуі, яғни электрический напряжение. Ол электр кернеуі дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда, бұл өткізгіш, яғни сым арқылы электр тоғын жүргізетін күш. Мынау суретте электр тоғы деп алсақ, соны жүргізіп отыратын күш деп ұғу керек. Электр кернеуі, яғни электрический напряжение. Мысалы, әлсіз адам көшеде тұрады ғой, силамер деген, ұратын, күшті өлшейтін. Соны әлсіз адам ұрса, мысалы, көп қатты ұрамайды. Егер күші көп адам ұрса, онда қатты ұра алады. Тағы да мынандай мысал келтіріп кетейін. Мысалы, аккумулятордың заряды 10 вольтке түсіп кетсе, онда ол стартерді айналдырамай қалады. Сол стартерді айналдыруға күші жетпей қалады ғой, бір сөзбен. Содан мынандай ұғым пайда болады. Электр кернеуі үлкен болған сайын
үлкен ток күшін өткізе алады. Міне мына жерде мынаны электр кернеуі десек, мынаны жаңағы электр тоғы деп есептейік. Егер мынау 24 вольт болса, онда мынау үлкен электр тоғын өткізе алады да. То есть кернеу жаңағы 12 вольт, 24 вольт, 5 вольт кездеседі машиналарда. Соны ұғып алыңыздар. Так, ол бізде U әрпімен белгіленеді. Ал өлшем бірлігі ағылшынша V, яғни вольт қой. А бізде мынандай V болып, вольт. Осылай белгіленеді. Бұл екі ұғымды тоқ күші мен электр кернеуін шатастырмаңыздар. Екеуі екі түрлі нәрсе. Жақсылап өзіңіз оқып алыңыздар интернеттен. Так, үшінші ұғым енді бізде кедергі, яғни сопротивление. Өткізгіштің негіз кедергі дегеніміз өткізгіштің, яғни сымның электр тоғының өтуіне қарсы физикалық шама. То есть өткізгіштің ішінде электр тоғының өтуіне қарсы физикалық шама. Әр сымның өзінің ішкі кедергісі болады. Бұны ғалымдар есептеп қойған біз үшін. Мен сіздерге көрсете кетейін. Міне. Мысалы, мыстікі 0,0175. Мынау темірдікі 0,120. И солай мысалы біз уже есептеп қойғанда, ол кедергі міндетті түрде болады. Яғни жаңағы электр тоғы сымның ішінен өткен кезде стена сияқты молекулаларға соғысады ғой ішінде, электрон сымның ішінде. Сол кедергілер как молекула түрінде болады. Енді сымның іші қатты дене ғой, сым деген негізі. Сол бұл кедергі мынандай R әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі Ом. Еще мынандай символ, өзінің мынандай символы бар. Ом. Бұл да ом болып саналады ғой. Мультиметрлерде мынандай символ болып кездеседі. Өлшем бірлігі ом. Осыны жаттап алыңыздар. Так, бұл үш ұғым әлі талай алда кездеседі. Сол үшін сіздерге кішкене оқып алыңыз сұраймын. Мынау суретке қараңыздар. Мынау сым арқылы тоқ өтіп жатыр дейікші. Тоқ жаңағы білесіздер уже ампермен өлшенеді. Енді біз мысалы 12 вольт деп алайық та. 12 вольтта мысалы мынанша тоқ қалады да. Егер біз электр кернеуін, допустим, 24 вольтқа көтердік дейікші условно. Ол кезде көрдіңіздер ме, 24 вольт уже көп электр тоғын өткізе алады да, итере алады. Енді мына жағында тұрған R деген бізде кедергі ғой. Енді кедергіні көбейтеміз. Кедергіні көбейттік. Мына жерде кедергі көп болды. Кедергі көбейген сайын ағып атқан электр тоғы азайды бізде. Көрдіңіздер ме? Егер жаңағы сымда бір жерде кедергі көп болса, онда аз электр тоғы өтетін болып қалады да ол жерден. Бүгін үйретейін деген осы сіздерге. Кішкене енді қиынырақ тақырып бұл. Өздеріңіз тереңірек интернеттен ізденіңіздер. Сол, рахмет.
Келесі кездескенше каналға жазылып қойыңыздар. Жігіттер, тағы бір айта кетейін дегенім, мынау машинада сымда жаңағы кедергі қай уақыттарда көбейеді? Сымда да мына қолмен сымды кесіп, қолмен скрутка жасайсыздар ғой. Сол кезде дұрыс скрутка болмаса, сол жерде кедергі көбейеді. Болмаса сым окисление береді, сол қосылған жерлерінен. Сол кезде кедергі көбейеді. Содан тоқ дұрыс ақпай қалады ары қарай. И содан мысалы лампочка жанбай қалады, сигнал істемей қалады. Сондай проблемалар болады да. Сол кедергі көбейген сайын, тоқ ақпауынан проблемалар болады ғой енді машинада. Соны айта кетейін дегенмін.